Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен балалардағы іш қату кезіндегі жасалынатын массаж және қолданылатын препараттар жайлы толығырақ ақпарат береді. Сонымен балалар туылғаннан кейін 1 айдан 4-5 айға дейін кейбір балаларда үлкен дәреттің кешігуі болуы мүмкін. Бұл іш қатуға жатпайды. Осыны бірінші ажыратып алуларыңыз керек. Бұл іш қатудың үлкен дәреттің кешігуі көбінесе 5 күн, 7 күнге дейін созылуы мүмкін. Одан кейін бала өзі шығарады және үлкен дәреті өте қатты болмайды, сұйығырақ, яғни консистенциясы нормально болады. Және бала ауырып, жыламайды, мазасызданбайды, өзін жақсы сезінеді. Кейбір деректерге сенетін болсақ, бала анадан келген сүтті немесе қосымша тамақты толығымен қорытып жіберудің арқасында үлкен дәреті көп болмауы мүмкін. Бұл нормальны жағдай деп есептелінеді. Бірақ кейбір жағдайларда бала мазасызданып, қатты жылап, күшеніп, жылап, үлкен дәретке шыққан кезде үлкен дәреті пресстелген түрде, яғни қатып шығатын болса, бұл кезде міндетті түрде көмек көрсетуіміз қажет. Үлкен дәретті жинап шығару кезінде көбінесе көмекті қажет етпейді, бірақ массаж жасап қойсаңыздар болады. Бұл видеоның соңында мен міндетті түрде ішке жасалынатын массажды толығымен түсіндіріп өтемін. Ал бастысы сіздер іш қату мен үлкен дәреттің кешігуі жайлы ажыратып алсаңыздар болды. Егер балаңыз 4-5 күннен бері мысалы үлкен дәретін шығармады, бірақ мазасызданып жылай берсе, сіз клизма жасап көріңіз мүмкін. Клизма кезінде шыққан үлкен дәреті пресстелген түрде шығатын болса, яғни бұл іш қату. Бұл 2 айда, 3 айда білесіздер, ана сүті болмаса қосымша сүттердің құрамы өзінің айына сәйкес құрамы өзгеріп отырады. Ананың сүті де өзгереді. Немесе жеген тамағына байланысты да баланың шегіне әсер етуі мүмкін. Яғни үлкен дәретті бізде асқазан қорытқанымен үлкен дәретке айналдыратын бізде ішек. Сондықтан ең бірінші микрофлораны реттеу үшін, үлкен дәрет түзетін микрофлора, соны реттеу үшін ең алдымен пробиотиктері бар дәрілерді қолдануға тырысамыз. Бірден свечаға жүгірмейміз. Ең бірінші бұл Ленокс, Хлорфорте деген сияқты. Немесе сонымен екінші ішті жүргізетін дәрілер құрамында лактулозасы бар, тифалак сияқты дәрілер, бұлар үлкен дәреттің консистенциясын, тоқ ішекте тұрған үлкен дәреттің консистенциясын сұйылту арқылы ішекті босатады. Бұл да бір қатты зиян емес, қолдануға без рецепта берілетін дәрілердің бірі. Бұл дәрі кішкентай балаларға да қолдануға болады, бірақ без рецепта берілетін дәрі болғанымен бірінші өзіңіздің педиатрыңызбен міндетті түрде ақылдасып, кеңесіп алғаныңыз жөн. Үшінші дәрілер свечалар, глиц тәрізді және микролакс деген сияқты клизма жасауға арналған арнайы дәрілер бар. Бұларда үлкен дәреттің, яғни тік ішек арқылы кіргізгеннен кейін тоқ ішекке барады. Тоқ ішекте ол үлкен дәреттің консистенциясын, яғни қатып тұрған үлкен дәретті сұйылтуға тырысады. Соның әсерінен бала шығарады үлкен дәретін. Осы дәрілерді қолданғаннан кейін бәрін бірден қолдануға болмайды, ескере кеткен жөн. Мен мысалы өзімнің практикамда қолданылатын, бұл көбінесе өзім тік ішекке свеча салғанды онша ұната бермеймін. Бірақ егер бала қатты қиналып кетсе, салғандарыңыз жөн. Мен ең бірінші балаларымның іші қатқан кезде істейтін бұл ең бірінші Ленокс беремін. Ленокс порошок түрінде ішетін сүтіне немесе су ішсе суына порошокты сеуіп жіберіп беремін. Одан кейін міндетті түрде массаж жасаймын. Егер бала компот, сол сияқты суларды қосымша іше алатын болса, суды көбірек беруге тырысамын. Алманың согын, яғни яблочный сок беруге тырысамын. Ал егер емізулі болсаңыздар, яблочный сокты өзіңіз ішсеңіз болады, немесе қызылшадан жасалған салаттар жеу арқылы, үзім мен йогурттар болады, соны жесеңіздер, баланың да іші жұмсарады. Яғни ең бірінші
Linux берсеңіздер болады. Linux болғанда мысалы өзіңізге ұнайтын басқа да пробиотиктері бар препараттарды алсаңыз болады. Жаңағы энтерожермин деген де бар, хелак форте деген де бар, көп қой қазір оның аналогтары. Соның біреуін бересіздер, яғни ішектің микрофлорасын реттеп аласыздар. Одан кейін массаж жасайсыздар. Массаж жасаған кезде тоқ ішекке жасалынады, яғни тоқ ішектегі қатып тұрған жаңа үлкен дәретті жылжытуға тырысамыз. Үшінші, бұл тамақ арқылы көмектесу, яғни яблочный сок, қызылша, üzümмен жасалған қандай да бір йогурт болсын, сатылады. Қазір питьевой йогурттарда болады. Соларды өзіңіз ішсеңіз болады, егер емізулі болсаңыз. Егер балаңыз үлкен жаста болып қалса, балаңызға берсеңіз де болады. Және тағы бір айта кететін жайт, массажды 1-2-3 минуттың ішінде жасадым деген болмайды. Біраз 5 минуттан 15 минутқа дейін аралығында жасалыну керек. Мен сіздерге қазір толық мен көрсетіп кетемін. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Балаларыңыз ауырмасын, өздеріңіз де ауырмаңыздар. Алдымен шын не май жағып қыздырып аламыз. Содан кейін сағат бойымен, бірақ толық айналдырмай, кіндіктің айналасына келгенде тоқтататындай массаж жасаймыз. Екінші массаждың түрі бұл оң жағын жоғары, сол жағын төмен алу арқылы тоқ ішекке массаж жасаймыз. Үшінші тырмалау, бұл саусақтарыңызды арасын ашып, екі жағынан сәл салмақ басу арқылы массаж жасаймыз, бірақ ауырмауы керек. Үшіншісі баланы екі жаққа қозғалтамыз, газдар шығу үшін. Сәл ішін басыңқырап, газдар жылжытамыз. Одан кейін жаттығу, ішке қарай аяғын бүгу арқылы тоқ ішекке қарай үлкен дәреттің жылжуына көмектесеміз. Әрқайсысын 4-5 рет жасау керек. Қайтадан массаж жасаймыз. Сағат бойымен айналдырамыз. Тоқ ішек П әріпі сияқты орналасқандықтан оң жағын жоғары, сол жағын төмен қарай бағытта алып массаж жасаймыз. Бұлай да жасауларыңызға болады. Бұл кезде сәл салмақ басуыңыз керек, бірақ ауыртпаңыз баланың үшін. Ендігісі осылай қайталағаннан кейін велосипед жаттығуын жасаймыз. Бұны да 5-6 рет жасауымыз қажет. Бұл массаж 10-15 минутқа жалғасса, үлкен дәреті міндетті түрде шығады.